14-ші сабақ. Су қайда болады? Сабақта судың қайда кездесетінін білесің. Табиғи су көздерімен танысасың. Су барлық жерде, жанды табиғатта да, жансыз табиғатта да кездеседі. Мұхит, теңіз, өзен мен көлдер, мұзтаулар судан құралады. Жер астында да мол су қоры жиналған. Су ауада да бу, қар қиыршығы немесе су тамшысы түрінде кездеседі. Барлық тірі ағзаның бойында су болады. Адамның денесінің жартысынан көбі судан тұрады. Зертте еліміздің аумағында қандай су қоймалары бар? Су қоймасы суды тоқтатуға, жинақтауға және сақтауға арналған өзендер алаптарына түсірілген су тірегіш ғимараттармен бекенделген едәуір сыйымдылықтағы жасанды су қоймалары. Қазақстан аумағында 309 су қоймалары бар. Қазақстанның ең ірі су қоймалары. Қазақстандағы аудан бойынша ең үлкен су қоймасы Бұқтырма, Алматы облысындағы Іле өзенінде орналасқан Қапшағай су қоймасы, Сырдария өзенінде орналасқан Шардара су қоймасы, Абай облысындағы Шүлбі су қоймасы және солтүстік Қазақстан облысында Сергеев су қоймасы. Сен білесің бе, Балқаш Қазақстандағы ең үлкен әрі ерекше көл. Себебі оның шығыс бөлігінің суы ащы, батыс бөлігінің суы тұщы. Оларды жіңішке Ұзынарал мойнағы бөліп тұрады. Сол себепті екі түрлі су бір-бірімен араласпайды. Одан жер бетінің жартысына көбін су алып жатса да, суды үнемдеу керек дегенді жиі естиміз. Неліктен? Жер бетінің шамамен 70% су алып жатыр. Бірақ бұл судың барлығы ауыз су ретінде тұтынуға, тұрмыстық немесе ауыл шаруашылық мақсаттарға жарамды емес. Суды үнемдеу қажеттілігі бірнеше маңызды себептермен байланысты. Бірінші, тұщы судың аз мөлшері. Жердегі барлық судың тек 2,5–3% ғана тұщы су және оның басым бөлігі мұздықтар мен жер асты қоймаларында сақталған. Тұщы су ресурстары жер бетінде біркелкі таралмаған. Кейбір өңірлерде судың мол қоры бар болса, басқа өңірлерде судың тапшылығынан зардап шегеді. Екінші, адамның қажеттілігі мен сұраныстың өсуі. Халық санының өсуі, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіптік өндірісінде көп мөлшерде су қолданылады. Адамның қызметінің нәтижесінде тұщы су көздері ластануда. Химиялық заттар, өнеркәсіптік қалдықтар және тұрмыстық қоқыс өзендер мен көлдерге түсіп, оларды жарамсыз етеді. Біздер суды ысырап етпей, судың әр тамшысын бағалап, күнделікті өмірде үнемді пайдалануымыз қажет. Баршамызға сәттілік, келесі видеоларда кездескенше.